Сәлем достар, сіздермен бүгін песочный печенье жасайтын боламыз. Алдымен 300 грамм ұнды табамызға салып аламыз. Содан соң 110 грамм маргаринді салып, бір қалыпты болғанша араластырамыз. Он 8 грамм қамыр қопсытқыш, 70 грамм құмшекер, 1 жұмыртқаны салып алып, бір қалыпты масса шыққанша қамырды илеп аламыз. Міне осындай масса шығады. 15 минутқа жылы жерге кішкене көтерілгенше қоя тұрамыз. Дайын болған қамырымызды осылай біркелкі етіп жайып аламыз да формамен немесе пышақпен кесіп аламыз. Артылған қамырды қайта жайып, қалауымызға қарай кесіп алып, пешке 30 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Лайк, подпискамен қолдап отырсаңыздар, ас болсын!